Барлықтарыңызға сәлем. Гүлдер әлемі каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеом сингониум гүлі туралы болады. Қалай күтіп баптаймыз, қалай көбейтеміз, сингониум нені жақсы көреді, сол туралы айтатын боламын. Каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазып қолдап отырыңыздар. Сингониум бұл жарықты жақсы көреді, жарық жерде жақсы өседі, және де жоғары қарай өрмелеп өсетін гүлдердің қатарынан негізі үлкен болып өскен жағдайда стойкаға не болмаса магазинде, специально гүл сататын магазиндерде стойкалар сатылады. Сондай стойкаға байлап тұрғызып қойсаңыз, өзінің тамырыменен оралып өсе береді. Негізі менің сингониум үлкен болған. Мен оны кесіп, үстіп кішкене балапандардан көбейткенмін. Әлі әзірге менікі әлі кішкентай. Негізі өте тез өсетін гүлдердің қатарына жатады, және улы гүлдердің қатарына жатады. Бұл ең маңыздысы. Балалардың қолы жетпейтін жерде тұрғаны дұрыс. Егер бір жерін кесіп, тамыр аштырам десеңіздер, перчаткамен істегендеріңіз дұрыс болады. Сингониум жарықты жақсы көреді. Терезенің алдына тіке күн түсетін жерге қоюға болмайды. Жапырақтары нәзік болғандықтан күйіп қалуы да мүмкін. Өте тез өседі. Осы жасыл түрі өте тез өседі. Негізі түрлері өте көп. Басқа түрлері декоративный, қызыл, розовый, әртүрлі цветте келеді. Олар кішкене сәл капризнылау болып келеді. Сол үшін, егер сізге сингониум ұнайтын болса, осы жасыл түрінен бастағаныңыз дұрыс. Ешқандай особый күтімді қажет етпейді. Тез өседі. Сингониум бұл жылы жерде жақсы өседі. Қыстың күндері подоконникке қоймағандарыңыз дұрыс. Тамырлары жаурап қалса, гүлдің жағдайы нашарлайды. Ал егер қоятын жеріңіз болмаса, бірінші подоконникке астына пенопласт па, сондай жылы тұратын нәрсе қойып қойсаңыздар, сонда суық тіке горшоктың топырағына қарай өтпейді. Ал енді су құю әдісіне келетін болсақ, сингониум суды жақсы ішеді. Аптасына 2 рет суғарсаңыз да болады, бірақ суғармас алдын топырағын тексергеніңіз дұрыс. Мен барлық видеоларымда айтамын, топырағын 1 сантиметрге шейін құрғатып барып суғарғаныңыз өзіңізге жақсы. Тамыры шірімейді, және де өзіңіз біліп тұрасыз шөлдемегенін. Сингониумды бұл влажность жақсы көргендіктен жиі шомылдырып тұру керек. Жапырақтарына су шашып тұру керек. Жапырақтарын су трәпкіменен сүртіп тұру керек. Не болмаса душ қабылдатып, жылы сумен душ қабылдатып тұрсаңыз болады. Сингониум өте тез өседі және тез көбейеді. Негізінде майда отростықтарда көп ашады тамырдан, бірақ егер ашпаған жағдайда, әркімнің күтімі әртүрлі болады, ашпай қалған жағдайда жоғары қарай әр буыннан кесіп көбейтсеңіз болады, тамыр аштырып. Әр буынның өзінде тамыры болады. Ол тамыр, сіз кессеңіз де, кеспесеңіз де тамыры өзі көрініп тұрады. Сол тамырдың астынан кесіп аласыз, бірақ астындағы горшокта қалған гүлге бір буын болса да қалдыру керек. Сол кезде астындағы буыннан да басқа жаңа сабақ шығарып, сингониумыңыз пышный болып өседі. Жоғарғы жағынан кесіп алған өскініңізді суға салып тамыр аштырсаңыз да болады, не болмаса дайын нам топыраққа салып қойсаңыз да болады. Негізінде сингониумды горшоктан горшокқа ауыстырған кезде топырағына активированный уголь салып жіберсеңіз, керемет болып өседі. Сингониумды жаңа айтам деп ұмытып кетіппін сіздерге. Қыстың күндері шомылдырудың қажеті жоқ, бірақ теплый полға, не болмаса батарейдің қасына қоюға болмайды. Себебі бұл гүл влажностьті өте қатты жақсы көреді, ал батарейка, теплый пол деген олар влажностьті жоққа жібереді. Естеріңізде болсын, ешқандай гүлді теплый полдың үстіне қоюға болмайды.
Ал енді сингониумның удобрениесіне келетін болсақ, сингониумға декоративно-лиственный дәрумендер болады. Көктем айынан бастап сол күз айына шейін дәрумен бересіз. 2-3 аптада бір берсеңіз болады. Ал қыстың күндері дәруменді тоқтатамыз. Бүгінгі берген ақпараттарым сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Ұнаса каналыма лайк басып, комментария жазып, тіркеліп алыңыздар. Түрлі гүлдердің күтімі туралы видеолар салатын боламын.